Құрметті атыраулықтар, қымбатты бауырлар, мынау алдымыздағы 6-шы маусым күні осы Қазақстан Демократиялық партиясының бастауыменен болып жатқан болатын митингке баршаңызды шақырамыз. Бұл осы біздің қаламызда да рұқсат берілді. Бірінші мәселе бұнда көтерілетін қазақтың жер мәселесі, Қазақстанның жер мәселесі әлі шешілмеген ең тұғырлы сұрақ бойынша, және екінші бұл несиені кешіру. Енді үшінші мәселе бұл саяси түрмеде отырған азаматтарда бостандық. Маркс Бухаев бастаған, Арон Атабек, тағы сол сияқты азаматтардың баршасының бостандығын сұраймыз. Енді баршамызда елім деген, жерім деген, мынау несиеден құтылайық деген осы азаматтар босқа түрмеде отыр ғой деген азаматтар, қолдаушылар 6-шы маусымда шығады деп ойлаймын. Рахмет, сау болыңыздар.